Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай оп-оңай котлет дайындайтын боламыз. Котлет бізде картоптан. Ингредиентінің барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Өте дәмді болып шығады. Тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Көп ингредиентті қажет етпейді. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге осылай картоптарды жуып тазалап, сыртын ашып, газға қоятын ыдысқа турап аламыз және су құйып, газға қойып, тұз салып, бетін жауып, піскенше күтеміз. Картоп піскеннен кейін осылай мыжып, езіп, пюре жасаймыз және басқа ыдысқа салып, дәмдеуіштерден тұз саламыз, кептірілген аскөктер саламыз. Сіздер свежий түрін салсаңыздар да өте дәмді болады. Және бұрыш салдым. Қара бұрыш және қызыл бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Осы дайын пюреден енді котлет жасайтын боламыз қолмен. Котлеттің пішінін осылай қолмен әдемелеп, сопақша етіп жасап шығамыз. Қолға жабыспайды, оп-оңай жасалады. Описание бөліміне кірсеңіздер, менде өте оңай, жылдам жасалатын тәттілердің, тағамдардың рецептері өте көп. Қазіргі сезонда банка жабудың, компот жабудың, варенье жабудың неше түрлері бар. Кіріп көріп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Және басқа ыдысқа бір жұмыртқамызды жарамыз және қаймақ саламыз. Тұз саламыз дәміне қарай. Бір қасық крахмал және бір қасық ұн саламыз. Ең соңында сырды теркадан өткізіп дайындап алған болатынмын. Сырды салып, жақсылап осылай араластырып, бір келкі масса шыққанша араластырып аламыз. Және табаға майды құйып, қызғанша котлетімізді дайындап алған массаға осылай батырып, сковородкаға қойып қуырамыз. Өте оңай жасалу жолы, жылдам жасалады. Тек картоп қана керек болады. Бір жағы қызарып қуырылғанда екінші бетіне ауыстырып, ол жағы екінші жағы қуырылғанша күтеміз. Міне біздің котлетіміз дайын болды. Сковородкадан осылай алып, ыдысымызға салып, жей берсеңіздер болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны баса отырыңыздар. Комментарий бөліміне сұрақтарыңызды қоя кетіңіздер. Кез келген уақытта қолда бар заттан жасалатын оп-оңай котлет балаларыма өте қатты ұнады. Дәмі өте керемет болып шықты. Қазір сіздерге ортасын бөліп көрсететін боламын. Өте дәмді болып шықты. Тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса,
делицаны басып WhatsApp желісіне тарата отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.